Таңдай бадамшасы қанмен өте жақсы қамтамасыз етілген, сондықтан операция кезінде қан кету қаупі жоғары. Сыртқы ұйқы артериясынан келетін 5 артерия бар. 2 артерия бет артериясы артерия фациалистен тарайды. Біріншісі артерия тонзиллярис, бадамша артериясы. Екіншісі артерия палатина асценденс, жоғарылаушы таңдай артериясы. Үшіншісі тікелей ұйқы артериядан тарайтын артерия фарингея асценденс, жоғарылаушы жұтқыншақ артериясы. Төртіншісі жоғарғы жақ, яғни артерия максиллярис тармағы, артерия палатина десценденс, төмендеуші таңдай артериясы. Бесінші тіл артериясынан артерия лингвалис тармағы, артерия дорзалис лингва, артқы тіл артериясы. Веналық ағысы. Бадамша кіші веналары вена паратонзилляриске, одан жұтқыншақ вена өріміне, флексус вена фарингеуске, одан жұтқыншақ венасы арқылы ішкі мойындырық венасына, вена югулярис интернаға құяды. Сонымен қатар сыртқы таңдай венасы вена палатина экстернаға, содан бет венасы вена фациалис арқылы да ішкі мойындырық венасына құяды. Лимфа мойынның терең лимфа түйіндеріне ноди лимфатицы цервикалис профунди, әсіресе ноди югуля дигастрикус түйіндеріне ағады. Сол себепті ангина кезінде мойын лимфа түйіндері ісініп ауырсынады. Иннервациясы. 9-шы жұп нервус глоссофарингеустан рами тонзиллярис бадамша тармағы арқылы плексус тонзиллярис арқылы нервтенеді. Осымен бадамша безіне арналған видео тәмам. Арнаға жазылып, сұрақтарыңызды комментарияға жаза кетіңіздер.